Студент емтихан бағдарламасының 25 сұрағының 20-сының жауабын біледі. Емтихан алушының қойған 3 сұрағының жауабын білу ықтималдығы қандай? Бұл есеп шығарушының ықтималдықтың формуласын пайдаланамыз. Потім болады n-нен m. Яғни n деп отырғанымыз барлығы, m деп отырғанымыз бізге керегі. Енді бұл жерде біздер емтихан алушы 3 сұрақ қойғандықтан, біздер 3 жағдайды қарастырамыз. A1, A2 және де A3 жағдайларын қарастыратын боламыз. Алғашқы A1 жағдайы бізде потім болады A1 жағдайы. Ол 25 сұрақтың барлығын 20-сын біледі. Кейін екінші жағдай біздер осы бір сұрақты білгеннен кейін ол екінші сұрақ бірге азаяды, яғни ол бір сұраққа жауап беріп кетті, енді тағы бір сұрақ қалып қойды. Содан мынау 24-тен 19 болады. Одан кейін үшінші жағдайымыз бізде A3 тең болады 23-тен 18. Тағы үшінші сұрақты жауаптың білуінің ықтималдығы. Енді осы үшеуін де көбейтеміз бір-біріне. A1, A2 және де A3 жағдайының барлығы 25-тен 20 көбейтілген 24-тен 19 көбейтілген 23-тен 18. Ықтималдықтың жауабы A1, A2 және де A3 жағдайы, сонда барлығы тең болады 115-тен 57 болады. Бұл деп отырғанымыз шамамен алатын болсақ 0,496. Ықтималдығы бізде 0,496 шығады.